Саламатсызбы, мен аты жөнім Адикенова Айгүл Ноқанбаевна. Бүгінгі сабақта біз біріншіден өткен сабақтың үй жұмысын талдаймыз, ары қарай жаңа тақырыпты бастаймыз. Өткен сабақта біз ақпаратты өлшеу бірліктерімен таныстық. Сонда біз келесі үй жұмысын мен бергем сіздерге, соны қарастырайық. Бірінші тапсырма әртүрлі өлшеу бірліктерінен басқа өлшеу бірліктеріне ауыстыру қажет болған. 16 байт тең 128 бит, өйткені байтты кіші мөлшерге ауыстырамыз, сондықтан 16-ны 8-ге көбейту қажет. 16-ны 8-ге көбейткен кезде 128 бит болды. Енді 20 килобайт, килобайт байттан үлкен, оны кіші мөлшерге ауыстырған кезде 20 килобайт байтқа ауыстырған кезде 20-ны 1024-ке көбейттік. Сонда 20.480 байт болып табылды. Тура сол әдіспен 50 байт 400 бит болды. Ал енді келесі байтты ол килобайттан кіші болған соң, өткен сабақта айтқан біз үлкен бірліктен кіші бірлікке ауыстырған кезде сандарды бөлу керек 1024-ке. Бірақ та битті байтқа ауыстырған кезде 8-ге бөлеміз, басқа бірліктерден ауыстырған кезде 1024-ке бөлеміз. Сонда 2048 байт 1024-ке бөлінген кезде 2 килобайт болды. Сол әдіспен келесіде 4 мегабайт жауабы, ал соңғы 512 мегабайт болды. Екінші тапсырмада аты жөндеріңізді ауыстыру керек болды битпен және байтқа. Мысалға мен Ахметов Мансур Алдиярович деген атты алдым, бірақ та екі әртүрлі әдіспен тапқан кезде нәтижелерінде әртүрлі жауап пайда болады. Егер сіздер Ахметов Босорын, Мансур Босорын Алдиярович деп алсаңыздар, онда сіздерде 25 байт болады. Ал егер Ахметов жеке саналып, Мансур жеке саналып, Алдияр жеке саналса, екі бос орын болмайды. Онда сіздерде 23 байт болады. Енді бір символ, бір байт болған соң, бізде 25 байт болады. Бірақ та өткен сабақта мен айтқам сіздерге, егер қазақ әріптері қолданылса, онда бір символ сіздерде 2 байт орын алады. Сондықтан 25-ті ары қарай 2-ге көбейтіп, 50 байт нәтижесінде 50 байт болады. Енді қазіргі уақытта бір байт пен жұмыс істесек, бір байтты 8-ге көбейтеміз, 200 бит болады. Ал енді оны қосымша 2-ге көбейтсеңіздер, 400 бит пайда болады. Сонда менде Ахметов Мансур Алдиярович орысша жазылған соң, қазақ әріптері болмаған соң, менің жауаптарым 25 байт және 200 бит. Егер сіздерде мысалы Ахметов Мансур омен жазылса, онда қазақ әріпімен жазылса, онда 50 байт пен 400 бит пайда болады. Бұл жерде сіздерде бір әріп қазақша болса, бүкіл жазылған әріптерге 2 байт орын беріледі. Ондай жоқ. Мысалы, орысша жазылған әріптерге 1 байт, қазақша жазылғанға 2 байт деп араластыруға болмайды. Тек қана бір мөлшерде жұмыс істейсіздер. Бір символға 1 байт, немесе бір символға 2 байт орын беріледі. Сондықтан бізде ары қарай үшінші тапсырмада 2 дисклердің көлемін салыстыру керек болса, онда екеуін бір бірлікке ауыстыру керек. Мысалы, бізде 512 мегабайт болып, келесі дисктің көлемі гигабайтпен берілсе, бүкіл
мәндерді бір мөлшерге келтіру керек, бір көлемге. Сондықтан 128 гигабайтты мегабайттан үлкен, сондықтан біз 128-ді 1024-ке көбейтеміз. Енді бізде ол гигабайттан мегабайт бірлікке ауысты. Мегабайтты мегабайтқа бөлген кезде салыстырған сан шығады. Мысалы 128 гигабайт 512 мегабайттан 256 рет артық, үлкен деп айтуға болады. Сол үй жұмысы осылай талданды. Енді келесі біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы ақпаратты өлшеуді ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта ақпаратты өлшеуде біз әртүрлі ақпараттың өлшеу бірліктерін қарастырдық. Ал енді есептеу немесе өлшеу деп айта беруге болады. Ал бүгінгі сабақта біз ақпаратты алфавиттік әдіспен өлшейміз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы айтылды. Енді сабақтың мақсаты ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік әдісін қолдану. Енді сіздер сабақтың негізгі терминдермен танысайық. Хабар дегеніміз біз естейтін сөздер, дыбыстар, неше түрлі әртүрлі көретін фильмдер, бейнелер, фильм, мультфильм дегендей бағдаршам сигналы, бірақ та бұл жерде толтырып кетейін. Мысалы, дәмдер, тілмен сезетін дәмдер, немесе терімен сезетін суық, ыстық деген ақпаратты біз тері арқылы аламыз, құлақ арқылы дыбыстарды естиміз, мұрын арқылы біз әртүрлі ақпарат аламыз, мысалы иістерді қабылдай аламыз. Солай біз өзіміздің органдарымыз арқылы әртүрлі мәлімет аламыз осы бізді қоршаған ортадан. Соны бәрін хабар деп алуға болады. Тек қана мәтін, сурет, бейне ғана, видео бейне ғана емес, ал қоршаған ортадан алынған, көрген, естіген, сезген ақпарат бәрі ақпарат хабар болып саналады. Хабардың ақпараттылығы дегеніміз ол оның маңыздылығы. Мысалы, біз көбінесе ақпаратты сол маңыздылығы бойынша өлшейміз. Егер сіздер сайысқа қатысып, оның нәтижесін күтіп отырсаңыздар, немесе бақылау жұмыс жазып, келесі күні мұғалімнен бақылау жұмыстың нәтижесін тосып жүрсеңіздер, ол сіздер үшін маңызды ақпарат. Бірақ та сіздерге маңызды ақпарат мен үшін маңызды емес. Сондықтан объективті түрде сіздер маңыздылық бойынша ақпаратты өлшей алмайсыздар. Бір адамға маңызды ақпарат екінші адамға маңызды емес болуы мүмкін. Сондықтан біз бұл әдісті күнделікте қолдана алмаймыз. Компьютермен немесе басқа тілдерде ақпаратты өлшеу үшін біз алфавиттік әдісті қолданамыз. Өйткені алфавиттік әдісті қолданған кезде ішіндегі мәліметтің мазмұны, маңыздылығы бізге маңызды емес. Бізге тек қана олардың алфавитте қолданатын символдар саны қажет. Және бір символдың салмағы қажет. Сондықтан ол кез келген алфавитті
алфавитте құрастырылған мәтінді өлшеу үшін қолданылатын әдіс болған соң, ол объективті әдіс болып саналады. Сондықтан компьютердегі біз қолданған ақпаратты өлшеу үшін осы алфавиттік әдісті қолданамыз. Алфавиттік әдісті біз мәтіндік ақпаратқа қолданамыз. Мысалы, сіздер мәтін редакторында жазған ақпаратты өлшеу үшін біз жаңағы әдісті қолданамыз. Енді сол әдіспен таныстырамын сізді бүгінгі сабақта. Ол алфавиттік әдісті үйренген кезде сіз үш нәрсеге назар аударасыздар. Кез келген тілдің алфавитін екілік алфавитке ауыстыруға болады. Яғни компьютер кез келген алфавитте жазылған мәліметті қабылдауы мүмкін. Ол үшін біз өзіне арнайы құрастырылған келесі сабақта ASCII және Unicode деген кестелерді қарастырамыз. Сол кестелер арқылы әріптер сан түріне, сан түрлер басқа есептеу жүйе 0 және 1 арқылы жазылған тізім болып компьютерге енгізіледі. Оны келесі сабақта толық талдаймыз. Енді қазір фоннеймін архитектура бойынша, принциптері бойынша компьютер тек қана 0 мен 1 сандар арқылы кез келген мәліметті, дыбыстық, видео болсын, мәтін болсын, сан болсын, бүкіл мәліметті тек қана 0 және 1 арқылы қабылдайды. Сондықтан біз көбінесе бит, байт бірліктерін қолданамыз өлшеген кезде. Бірақ та бірінші неше бит, неше байт барын анықтау үшін жаңағы алфавиттік әдісті қолданамыз. Енді келесі кез келген алфавиттің N таңбаларын кодтау үшін биттік екілік код қажет. Яғни 0 немесе 1 жаңағы мен айтып кеткендей. Сондықтан неше бит орын алатын бір әріп, бір әріп неше орын алатынын анықтау үшін біз жаңағы биттік екілік код құрастырамыз. Яғни әрбір символдың салмағын есептейміз. Қазір оны көрсетемін. Енді ең соңғысы алфавиттің қуатын келесі формула бойынша табуға болады. N тең 2-нің I дәрежесі. I символдың ақпараттық салмағы болып табылады. Жаңа біз айтқандай, егер бір символ 8 битке тең болса, 1 байтқа, онда ол жаңағы компьютерлік алфавитпен құрастырылғанын анықтаймыз. Неге десеңіздер, бізде клавиатурадан 256 әртүрлі таңбалар енгізе аламыз. Оның ішінде баспалы түрде бос орыннан бастап бүкіл әріптер, тыныс белгілер қолданылады, сандар қолданылады, және де басылмайтын таңбалар бар. Ол Shift, Alt, Ctrl бәрі бірге 256 символ құрайды. Сондықтан бізде компьютерлік алфавиттің көлемі 256 символ болып табылады. Оның қуаты, компьютерлік алфавиттің қуаты 256-ға тең. Енді 256-ны 2-нің дәрежесі арқылы жазысақ, онда 2-нің 8 дәрежесі 256-ға тең болады. Сондықтан I бізде 8 бит болып табылады.
Ал енді басқа да алфавиттерде қалай кодталатынын қарастырайық та, әртүрлі мәндерін табуға болады бір формула арқылы. Мысалы, біз деп алфавиттің қуатын табу формула n тең 2 i дәрежедегі екінің i дәрежесі деп алынса, бұл жерде n үлкенді табуға болады және i кішіні табуға болады. Егер n белгілі болса, i-ді табасыздар, егер i белгілі болса, онда n-ді табасыздар. Енді алфавит дегеніміз, алфавит бұл ақпаратты кез келген тілде ұсыну үшін қолданылатын символдардың жиынтығы болып табылады. Алфавиттің қуаты n үлкен деп белгіленеді. Алфавиттегі символдардың саны. Мысалы, орыс алфавитінде 32 әріп бар, қазақ алфавитінде шамасында 40-42 әріп бар. Солай оған сандар қосылады, тыныс белгілері қосылады. Сонда бүкіл сол тілде қолданатын символдардың саны алфавиттің қуаты болып табылады. Енді мысалды көрейік. Символдың i деп белгіленген ақпараттық салмағы 4 битке тең болса, алфавиттің қуатын анықтаңыздар. Енді 2-нің 4 дәрежесін тапсаңыздар, ол 16-ға тең болады. Яғни бұл алфавитте тек қана 16 әртүрлі символ қолданылады. Символды енді басқаша таңба деп айта беруге болады, бірақ та информатикада көбінесе символ деп атайды. Енді арғарай. К дегеніміз не? К үлкен. К символдан тұратын хабардың ақпараттық көлемін есептеу үшін әр символдың ақпараттық салмағын символдар санына көбейтуге қажет. Яғни i үлкен дегеніміз ақпараттық көлем. Оны табу үшін кей үлкен кей символдар саны жаңағы бір символдың салмағына көбейтіледі. Енді бұл формула бойынша, осы формуламен 3 әртүрлі мән табуға болады. Біріншіден i үлкен хабардың көлемін табуға болады. Кей үлкен символдар санын табуға болады. Немесе i кіші жаңағы ақпарат символдың ақпараттық салмағын табуға болады. Енді егер символдың ақпараттық салмағы 4 битке тең болса, 45 символдан тұратын хабардың ақпараттық көлемін анықтаңыз деген есеп берілген. Енді бұл жерде 4 45-ке көбейтіледі. Нәтижесінде 480 бит болады. Бірақ та бұл жерде ескерту жасағым келіп тұр. Бұл жерде ақпараттық салмақ 4 битке тең болған соң, бұл компьютерлік алфавит емес. Бұл басқа бір ұлттың алфавиті деп санайық, Сонда ол біздің компьютерлік алфавиттен 2 есе кіші. Егер бізде 256 болса, оны 2-ге бөлесіздер. Бұнда осы алфавиттің қуаты 128-ге тең болады. 128 символмен жұмыс істейді осы берілген алфавитте. Бұл 180 битке тең. Бірақ та енді бұны ары қарай жалғастыруға болады. Біз оны қазір 8-ге бөлеміз, бірақ та біз ары қарай
ақпаратты өлшеу бірліктермен жұмыс істеген кезде біздің алғашқы салмақ, символдың салмағы 8. Сондықтан ары қарай біз 8-ге бөліп байттарды табамыз, 1024-ге бөліп килобайтты табу мүмкін. Бірақ та ол жерде бірліктерді қолданған кезде біз компьютерлік өлшеу бірліктерімен жұмыс істейміз. Соны ұмытпаңыздар. Келесі есеп 22 символдан тұратын хабардың ақпараттық көлемі 66 битке тең. Символдың ақпараттық салмағын анықтаңыз. Бұл жерде I үлкен 66-ға тең, K тең 22-ге, екеуін бір-біріне бөлген кезде әрбір символға 3 бит орын арналған. Енді бұл келесі есеп, кері есеп. Бұл K үлкенді табу керек бұл жерде. Онда 66-ны сіздер 2-ге бөлесіздер. Өткені символдың ақпараттық салмағы I кіші өзгерді. I кіші тең 2-ге. Сондықтан 66-ны 2-ге бөлген кезде 33 символ пайда болады. Енді 4-ші есепте 32 K сіздерде 32 символдық алфавит көмегімен деген соң, N үлкен алфавит қуаты 32-ге тең екенін, ары қарай K 40 символдан тұратын болғасын, K 40-қа тең болады. Ал енді бізге I үлкенді табу керек. Есептің шартын оқыған кезде сіздер өзі берілген 4-ақ өлшем бар. N үлкен, I кіші, I үлкен, K үлкен. Сондықтан сіздер егер 32 символдық алфавит деп берілсе, онда 32 алфавиттің қуаты болып табылады. 40 символдан тұрады деген соң, ол K-ді білдіреді. Өткені K символдар санын көрсетеді. Ал енді көлемі деген сөзді астын сызасыздарда I үлкенді табу керек екенін анықтайсыздар. Бірақ та сіздерге бұл есепте I кіші берілмеген. I кішіні табу үшін сіздер бірінші N үлкенді табу формуласын жазасыздар. N үлкен тең 2I дәрежеде дегенде. Сосын 32-нің орнына 2-нің 5 дәрежесін жазамыз да, негіздерін алып тастаймыз да, тек қана көрсеткіштерін салыстырамыз. I тең 5 болып табылады. Сонда I кіші тең 5 деген соң, сол келесі формулаға I үлкенге қоямыз. Сосын K 140, ана жерде 40 бір қалып қойған ғой, 140 символ. 140-ты көбейтеміз 5-ке, сонда 700 бит болып табылады. Егер есепте берілген 40-қа көбейтсеңіздер, онда сіздерде 200 бит болып табылады. Келесі есеп тура осы әдіспен шығарылады, бірақ та бізде 256 символдық алфавит деп көрсеңіздер, онда ол компьютерлік алфавит екенін естеріңізге сақтаңыздар. Сонда бұл жерде I кіші 8 бит, ол анық, 256 болса, арғара I-ды есептемей, оны есте сақтаңыздар. I кіші тең 8 бит. Сосын арғара 140-қа көбейтесіздерде 1120 бит болып табылады. Немесе оны байт ретінде қалдыра беруге болады есепке байланысты. Бізде мысалы көлемі қандай деген соң, біз ең кіші өлшемге ауыстырдық битке, арғарай оны келесі басқа бірлікке қайтадан 8-ге бөліп ауыстырдық та, қайтадан 140 байт екенін анықтадық. Өткені ақпараттың көлемі көбінесе битпен емес, байтпен
килобайт, сосын одан да жоғары үлкен бірліктермен өлшенеді. Мысалы, сіздер файлдардың қасиетін қараған кезде битпен берілмейді. Ең кіші өлшем мәтіндік файлдарды немесе басқа компьютерде сақталатын файлдардың ең кіші өлшемі байт болады. Одан кейін килобайт әрі қарай өсіп отырады. Енді 6-шы есепті қарастырсаңыздар, көбінесе есептер кітаптан, оқулықтан алынған, сол оқулықтарды алып, ары қарай жаттығуларын орындауға сіздерде мүмкіндік бар. Немесе өз кітаптарыңызды ашып қарауға болады. Бұл жерде қазақ алфавиті мен ағылшын алфавитындағы бірдей берілген мәліметті салыстыру қажет. Қазақ алфавитінде 70 символ берілген, және ағылшын алфавитінде 70 символ берілген. Қазақ алфавитінің қуаты 64 символға тең, ал ағылшын алфавитінің қуаты 32-ге тең, символға тең. Енді сол алфавиттік қуат арқылы ай кішіні табамыз. Қазақ алфавитінде ай кіші тең 6-ға, ал ағылшын алфавитінде ай тең 5-ге. Енді егер айырмашылығын табу керек болса, онда 70 деп алуға болады. Ал егер салыстырып неше есе дегенді табу керек болса, онда математикада сияқты бөлу арқылы біз 1,2 рет артық екенін анықтаймыз. Енді үй жұмысы сізде мониторда көрсетіліп тұр. Осы 3 есепті келесі сабаққа дейін орындап қойсаңыздар, келесі сабақта осы есептерді талдаудан бастаймыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.